Жасик қашан көрдім мен 1-2 сағатқа келгенімде. Дау тұра ғой, нашелка ғой біздікі, нашелка короче. Жауапсыз болды ғой. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге біз жай ғана баламыз атты комиксті ұсынайын деп отырмын. Достар, менің есімім Нұрбек, мен кітаптар және комикстар туралы видеолар саламын. Менің видеоларымда кітаптардың, комикстардың сюжеті, спойлерлары болмайды. Мен көбінесе жанрды, автор жайды және де қысқаша осы шығарманың аннотацияларын ғана айтып кетемін. Менің видеоларымның мақсаты сіздерге қызықты кітап, қызықты комикстарды ұсыну. Менің видеомды көріп болған соң, өздеріңіз осы шығармалармен танысып оқыса деген ниет. Достар, өздеріңіз білесіздер, менің YouTube каналымда комикстар туралы әртүрлі видеолар бар. Ең басында Персеполис 300 спарталық комикс туралы салған, және де Алтын адам, және де Өзгеше мақта қыз деген комиксті де салған болатын. Сол автор бізде Әлібек Қожагедиев деген автордың екінші комиксін сіздерге ұсынайын деп отырмын. Біз жай ғана баламыз деген комикс бұл. Мен түсінгенім бойынша бұл комикс сол Өзгеше мақта қыз комиксінің алдында шыққан болған екен. Және де бұл ең басында автор бұл комиксін Хан комикс деген бізде Қазақстанда комикс шығаратын баспада журнал ретінде шығарып, ең бірінші бөлімдерін журнал ретінде шығарған екен сол баспада. Сосын кейін өзі жеке осы біз жай ғана баламыз деп орысша және қазақша, қазақ тілдерінде шығарған екен. Мен бұл комиксті Өзгеше мақта қыздан кейін бірақ танысып отырмын. Және де танысып отырған кезде осы комикстің ең аяғына таман автордан тағы да қосымша материалдар, осы комикстің артында қосымша материалдар болады. Және де автор осы комикс салатын кезде кейіпкерлері бастапқыда қандай болған, және де оның сюжеттері уақыт өте күрделенгенін, және де кейбір уақыттарда кейбір сюжеттерді мүлдем толық алып тастап, оны қайтадан салған уақыттар да болған екен. Және де бізде бұл комикс қара және ақ түсті, сырты түрлі түсті, және де осы комикспен бірге берілген стикерлар, және де сондай арттар, открытка деп айтатын шығар, открыткалар түрлі түсті болғанмен, ішінде оқиғаның бәрі ақ және қара түсті болып келеді екен. Оны мен түсінгенім бойынша, сол комикстің өзі шығару өте қиын, негізі сызып, лайнмен қара эскиздерін жасап, сюжетін жазып, сосын комикстің өзін салып болу керек, сосын оны бояу тағы да ұзақ уақыт алады. Сол себептен бізде бұл комикс қара және ақ түсті, бірақ та бұл оқуға ешқандай кедергі келтірмейді. Бәрі түсінікті, ашық, суреттері де өте бірінші сол мақта қыз сияқты өте керемет салынған екен. Қарапайым оқушылар туралы басталады басында. Бізде комикстің мұқабасында тұрған Жасик және Саня деген екі басты кейіпкер болады. Комикс барысында ең бірінші біз сол Жасиктің ойымен бәрі көріледі. Ол бірінші өзін таныстырады, және де оның көзқарасында оқиға өрбиді. Сосын келесі бөлімінде Саня деген қыз, ол сол Жасиктің оқитын мектебіне жаңадан көшіп келген оқушы ретінде келеді, және де бүткіл оқиға, сол Жасикта болған оқиға енді сол қыздың көзқарасымен көрсетіледі. Сол жері өте қызықты болды. Басынан бастап юмор, күлкілі сәттерлер өте көп болды. Бірақ та айту керек, бұл кітаптың комикстің аяғына таман аянышты драма тұстары да бар. Соған негізі дайын болу керек. Және де бұл комикстің жанрын айтсақ, бұл комикстерге өте танымал жанр, супер қаһармандар, супергероика деп айтады ғой. Супер қаһармандар туралы деп те айтсақ болады, бірақ та ол өзімізге үйреніп қалған Америка құрама штаттарының супер қаһармандар туралы сияқты емес, өзіміздің қазақстандық болмысқа айланып, өзіміздің жергілікті мотивпен жасалған екен. Және де мен бұны таза супергероика деп айта алмас едім. Бұл жерде кішкене авторлық комикстардың жанры көбірек сезіледі, өйткені бұл жерде бұл оқиға басынан бастап аяғына дейін аяқталған, автор бүткіл ойын
осы комикске, осы кітапшаға бәрін жазып болған екен, және де егер де сіз осы комикс сатып алсаңыз, осы кітапшаны оқып, бұл оқиғаны толық оқып шығасыздар. Сіздер білесіздер, комикстар көбінесе бөлімдермен сатылады. Бірінші бөлім, екінші бөлім, сосын оның басынан аяғына дейін қуып жету өте күрделі нәрсе. Кейбір комикстар өздеріңіз білесіздер, 40 жыл, 50 жыл басылып шығарып жүре береді. Оның кейбір супер қаһармандардың комиксін оқу үшін кәдімгідей зерттеніп көп уақыт кетеді, және де сол арка бойынша болып жатқан оқиғалардың бәрін түсіну үшін басын айналып, кәдімгідей ол сюжеттің ізін таппай қалатын кездер болады. Ал бұл комикстің артықшылығы бұл жерде сол мен айтқандағыдай басынан бастап аяғына дейін бүткіл сюжет аяқталды, және де комикс біткен соң автордан тағы да қосымша материалдар болады, эскиздар, оқиға, басты кейіпкерлердің түрлері қандай болған, соның бәрін көрсетеді. Және де бұл оқиға біткен соң бізде осы Жасик пен Саня деген басты кейіпкер болады ғой, және де сол Жасиктің досы Нуржик деген тағы да бір бала болады. Соның көзқарасымен бұл оқиға қалай өрбіді деген сияқты қысқаша тағы да қосымша бонустық бөлімдер бар. Негізі достар, бұл комикстің қандай жасқа арналған жұмыс деп айту кішкене қиын сияқты болып тұр. Өйткені мен бұл комиксті оқып аяқтап болған соң, ол кішкентай балаларға арналған комикс деп мен тікесінен айта алмаймын. Өйткені бұл жерде күрделі тақырыптар да бар екен, және де ең аяғында кішкене драмаға толы болады. Бұл көбінесе кішкентай балаларға арналған жұмыстар, комикстарды көбінесе осылай аяқтамайды негізі көп авторлар. Соған қарағанда бұл көп аудиторияға арналған жұмыс деп ойлаймын. Өйткені мен бұрында осы YouTube каналда өзгеше мақта қызға обзор түсірген кезде, ол жерде ертегі, біздің мақта қыз туралы ертегіні бір заманауи қалыпта комикс форматында бізге әдемі ертегі айтып берген болатын бұл автор. Осы жолы өзі басынан бастап ойлап шығарған оқиғаны осылай бір өзгеше қылдырып жақсы шығарыпты. Бірақ та бұл комикстің аудиториясы кішкене сол мақта қыздан қарағанда кең аудиторияны алатын сияқты. Достар, осы біз жай ғана баламыз комиксім ең соңғы комикстардың бірі болып тұр. Өздеріңіз білесіздер, күз айында мен Алматыдағы H-Geek фестиваліне барып, қазақстандық авторлардың комикстарын сатып алған болатын. Оның арасында Альпака баспасының Казахи против динозавров деген, ол ресейлік, бірақ та авторлары, суретшілері көбінесе қазақстандық болғандықтан оны алып сіздерге видео обзор салған болатын. Содан кейін Күртебек дос іздейді деген комикс туралы, жас комиксист Керей Тони деген манга комикс салатын автордың жұмысын көрсеткен болатын. Сосын Қатыгез деген комиксті көрсеткен болатын. Және де енді өзім біздің Хам комикс баспасының қандай комикстар шығып отыр, қазақ тілінде қандай комикстар бар, соларды сіздерге түсірген болатынмын. Енді мен қарап, өзім де Инстаграмнан, Каспидан қарап жүрем, анда-санда қазақ тілінде қандай тағы да комикстар бар деп. Енді одан басқа мен комикстарда көрген жоқпын. Егер де сіздер қазақ тілінде қағазға басып шығарылған комикстарды білсеңіздер, осы видеоның астына жазып қойыңыздар, соны да алып, оқып, сіздерге видео обзор қылып жасауға тырысамын. Мен осы өзім түсінем, Қазақстанда манга және комикс туралы видео салсам, өте аз қаралым болады, және де көбінесе оқитын да аудитория өте аз болғандықтан оны түсінем. Көбінесе елдер кітапты ұнатады, кітапқа көп көңіл бөледі, бірақ та комикс кішкене шетте қалып қалады. Бірақ та мен де сол өз тарапынан кішкентай болса да көмек ретінде қалай өзімнің үлесімді қосқым келеді. Сол комикстарды сатып алып, авторларды қолдап, солардың жұмыстарын алып, және де солар туралы бір бейне ролик түсірсем, соны мүмкін менің видеомды көріп,
осындай комиксти унататын адамдар бул жас авторлордун жумуштарын сатып алса өтө керемет деп эсептеймин. Ал достор, бул видео 2025 жылғы соңғы видео деп ойлап турмун. Осы жылы мен август айында гана YouTube'да бастаган болотмун, және де осы убакта көптөгөн китаптар және комикстер тууралуу видеолор салдым. Биздин саныбыз 330 болду соңку рет караган кезде. Өзүм күздө жоспарлап жүргөн кезде жаңа жылга дейин 300 адам жиналса экен деп ойлоп жүргөм. Сону кичине одан артык жиналды. Және де мен бір оюм болгон, жаңа жылга дейин 100 видео салып тастайм деп күздө. Бирок да ондай 100 видео әлі салынган жок. Оны биз келетін 2026 жылга калдырайык. Сиздерге жаңа жылдарыңыз менен куттуктап, осы жаңа жылда тек гана жакшылыктар, үйлөрүңүзгө береке, жумуштарыңызда табыс және де отбасыларыңызга бакыт тилеймин. Назарларыңызга рахмет. Сау болуңуздар.